Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен мантының рецебімен және қалай әдемі түю керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырынан бастаймыз. Бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз және суық суға қатты қамыр илейміз. Қамырымызды қатты қылып илеуіміз керек және бір немесе 2 сағатқа тындырып қоюларымыз қажет. Қамырымыз қатты деп уайымдамаңыздар, қамыр көбірек тұрған сайын жабысуы да, жасалуы да әдемі болып шығады. Міне бетін жауып қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Салмасына осындай асқабақ, пияз және фарш алдым. Барлығын жақсылап араластырып, тұз бұрышын салып, әдемілеп араластырамыз. Фарштарыңыз майлырақ болғаны дұрыс. Қойдың майын қоссаңыздар да болады. Бірақ мен сиыр етінің фаршын алдым. Жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын болды. Ал енді қамырымызды осылай бөліктерге бөлеміз және кішірек бөліктерге бөліп шығамыз. Міне осындай домалақтар жасап аласыздар. Міне барлығын домалақтап дайындап алдым, бетін жауып қойдым. Шетінен жая бересіздер, бірақ бетін жауып қоюларыңыз керек, өйткені беті кеуіп қалады. Және домалақтап жайып, шет-шеттерін жұқартып жаямыз. Ал енді қалай түю керек екенін көрсетемін. Бір ас қасықпен салмасынан саласыздар, толтырып орта жағына, және шетін осылай ішке қарай бір рет қысып аласыздар. Сосын бір шетіне екінші шетке қарай, ортаға қарай жабыстырып, қамырымыздың ортасына жеткен кезде келесі бөлігінен дәл осылай шымшып, бір жағынан екінші жағына қарай жабыстырып отырамыз. Міне әдемі мантыларымыз осылай шығады. Түйілу жолы сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Міне барлығын түйіп, манты қазанымыздың астына майды жағып, осылай тізіп шықтым. Менде 40 манты шықты және 45 минутқа пісіріп аласыздар. Мантымыз дайын болды. Дәл осылай менің рецебіммен мантыны міндетті түрде дайындаңыздар. Менің каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгүл Сәкеновна.